Сәлем достар, Дизачоп YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі құндылық сабағының тақырыбы білім, ынтымақтастық, бірлік, мақсат туралы. Алдымен сабақ жоспарымен таныс болыңыз. Сіздермен бүгін білім, ынтымақтастық, бірлік, мақсат тақырыптарын ашуға тырысамыз. Сөз басын Абай атамыздың білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кездеумен бастадық. Адамға білім алу үшін талап, құлшыныс, қандай кедергілер болмасын, соған қарамай ұмтылу қажет. Кез келген адам ең әуелі өз-өзіне талапшыл болу керек. Сол кезде оған білім қонады. Оқу жылының басы болғандықтан, оқушылармен сыныптың ішкі кухнясының ережелерін бекітіп алу үшін арнайы осындай бет қалдырдым. Оқушылармен жақынырақ байланыс орнату үшін олар туралы сұрақ қоюды жөн көрдік. Жазғы демалысыңыз қалай өтті? Ауылға баруы, туыстармен жақын қарым-қатынаста болуы, шетел аралауы, достармен кездесуі, немесе бірнеше кітап аяқтауы, қосымша сабақтарға баруы, миын тынықтыруы, бұның барлығы оқушының таным кеңістігінің ұлғаюына әсер етеді. Енді сабағымыздың негізгі бөлімі бірлік, ынтымақтастық туралы сөз қозғаймыз. Бұл тақырыпты ашу үшін Ахмет Байтұрсыновтың Аққу шортан һәм шаян мысалын келтірдім. Мысалды оқушыларға оқытып, олардың ойын сұрауға болады. Осы мысалдан не түйгені туралы жыл басынан оқушыларға ескертіп, оларды бірлікке, ынтымақтастыққа шақырып, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, жүкті жұмыла көтерсе, жыл соңында көптеген жетістікке жету мүмкіндігі туралы айтуға болады. Бірлігі мықты ел озады дегенде, оқуда да өмірде де көптеген белестерді бағындыру, ол бірлік пен татулық, ынтымақтастық арқылы келетіні туралы қорытынды ой тастауға болады. Оқу жылының басы болғандықтан, балаларда мектепке бейімделгенге дейін біраз адаптация жүреді. Оқушылардың психологиясына қатты әсер ететін тақырыптардың басына ашып алу үшін, оларға дұрыс түсіндіріп, дұрыс бағдар, кеңес беру үшін арнайы осындай кеңестер қалдырдық. Ондағы бірінші кеңес: сұрақ қоюдан ешқашан қорықпа. Егер оқушы бірдеңе түсінбесе немесе тапсырма орындау барысында қиындықтар болса, оны әрқашан ересектерден, мектепте мұғалімдерден сұрауға болады. Мұғалімдер оған міндетті түрде көмектеседі. Және осы жерде бір сөз есіме түсіп отыр. Ғалымдардың білмегенін сұрап үйренген ғалым болады. Егер арланып, арсақтап сұрамаса, өз-өзіне залым болады деген сөз есіме түсіп отыр. Өз-өзімізге зұлымдық жасамай, ештеңеден қорықпай, түсінбеген тақырыптарды сұрап үйренуге тырысу қажет. Келесі кеңес ол барлық мектептегі ең шулы тақырып баға туралы. Бағалар жалпы сенің жұмысыңды бағалау үшін қойылады, ол сені бағалау үшін емес. Нашар баға тек қана сол тапсырманы әлі толық жетік орындамағаныңды білдіреді. Ол сені сүйкімсіз, нашар, ұсқынсыз, жаман етіп көрсетпейді. Ол тек қана жұмыстың әлі толық кемеліне жетпегендігін, тапсырманы түсіну әлі толық кемеліне жетпегендігін көрсетеді деп оларға түсіндіруге болады. Келесі кеңес ол қателіктерден қорықпа. Әр адам қателеседі, тіпті ересектер де, мұғалімдер де. Сен мектепке үйрену үшін келдің. Егер бәрін білетін болсаң, онда саған мектеп қажет болмас еді деп, яғни қателіктің тәжірибе екендігі, қателесу ол норма екендігі, қателескеннен кейін дұрыс бағдар табуға болатындығын айтуға болады. Кейбір балалар қателесуден қорқып, ішіндегісін айтпай, мысалы білгенін айтпай, тіпті кейде айтпай жатады. Сыныптағылар оған күлуі мүмкін деген оймен. Сол үшін осы тақырыпты да қоса кетуді жөн санадық.
Келесі кеңес: өзіңді ешкіммен салыстырма. Әрбір адамның өз қабілеттері мен супер күштері бар. Әрбір адам ерекше, бірегей және өз қарқынымен дамуға құқылы. Мысалы, біреу математикадан жақсы болуы мүмкін, біреу ағылшыннан жақсы болуы мүмкін, иә. Тағы біреу тапсырманы ойланып жай істеуі мүмкін, біреу жылдам, бірақ ұқыпсыз болуы мүмкін. Бұның барлығы балалардың ерекшелігі. Оларды қабылдап, өздерін ешкіммен салыстырмау керектігін оларға айтып түсіндіруге болады. Келесі бөлімде Әл-Фараби және Эйнштейннің нақыл сөзін ұсынамыз. Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие беру қажет. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қасшауы, ол келешекте оның өміріне зиян әкеледі. Эйнштейннің дәл сол мағынада қай ел болмасын оның болашағы сол ел адамдарының алған білімі мен тәрбиесіне тікелей байланысты деген сөзі. Бұдан келіп шығатын түйін, демек кез келген қоғамда, кез келген ұлтта білімнің басында тәрбие тұрады. Ең бірінші біз тәрбиемізді жөндеуіміз керектігі туралы түсінуге болады. Осы сөздерден кейін құндылық сабақтарының, сынып сабақтарының маңыздылығын оқушыларға айта кетуге болады. Келесі бөлім ол құндылықтар. Жалпы осы бетті ашқаннан кейін оқушылардан бұл туралы сендер не ойлайсыңдар деп олардың пікірін сұрауға болады. Бұл бөлімде құндылықтар туралы әңгіме қозғаймыз. Ең біріншісі ол тұтастық, яғни бірлік, ынтымақтастық деген мағынада. Бірлік туралы біз басында айтып өттік, сол үшін оған көп тоқталмайын. Келесі үздік. Оқуда да, өмірде де күшіміз жеткенше өз-өзімізге талапшыл болып, ең жоғары нәтижеге жетуге тырысуымыз қажет. Ұлы тұлғалардың, жетістікке жеткен тұлғалардың өмірін оқып қарайтын болсақ, олардың креатив ойлау қабілеті, шығармашылық қабілеттері өте жоғары. Сол үшін біз шығармашылық, креатив ойлау қабілеттеріне баса мән беріп, дамытуға тырысуымыз қажет. Келесі инновация. Жаңалық, инновациялық тұрғыдан даму, жаңашыл ойлап, білім мен материалдық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, ескіні жаңарту, кемді толықтыру, ерекше заттарды байқау қабілетін дамыту. Бұл құндылықтар заманның талабы. Егер заман талабымен іргелес болғымыз келсе, осы құндылықтарды бойымызға сіңіру қажет екендігін оқушыларға айтып түсіндіру қажет. Бұл бөлімде оқушының бұрынғы өткен шағына куәлік, сол туралы сөйлесеміз. Негізі оқушылар осы сынып сағатына бір дәптер арнағаны дұрыс. Өткен жылы оқу үлгерімім қандай болды? Оқу жылында қандай жетістіктерім болды? Не түсіндім, не түсінбедім? Жалпы осы сұрақтар бойынша оқушы өз-өзіне есеп беруі қажет. Қалауыңызға қарай оқушылардан жазбаша немесе ауызша немесе үй тапсырма ретінде болса да жауап алуға болады. Бұл бөлімде оқушылардан қандай деңгейдемін деп артқа назар тастатып, қандай деңгейде болуым қажет деп алдындағы мақсатын, болашағын еске алуға мүмкіндік беруге болады. Жалпы адамның аз-аздан үздіксіз жасаған әрекеті бір күні әдетіне айналады. Ал әдеті бір күн оның жетістікке жетуіне себепші болады. Адам 3 түрлі бағыт бойынша дамуы қажет. Ол біріншісі физикалық тұрғыдан, мысалы жүзу, бокс, күрес деген сияқты. Екіншісі интеллектуалды тұрғыдан, ол ағылшынға бару, шахмат, есеп, робототехника деген сияқты. Ал келесі шығармашылық, ол кітап оқу, музыка, домбыра, сурет, хореография деген сияқты. Осы жерде түрлі үйірмелерге, даму орталықтарына барам деген оқушыларға даму жолында бағыт-бағдар бере аласыз. Келесі бөлім минимум 100% максимум. Бұл әдістің инструкциясы төменде берілген. Оқып толықтай түсінуге болады. Бұл әдісті орындаудан мақсат аз-аздан үздіксіз даму және де әдет қалыптастыру.
Келесі оқушыларды бір сәт болсын министр сезіндіріп, олардың ойын білу үшін ұсынылған қызық әрі ойланарлық сұрақ: оқу ағарту министрі болсаңыз, білім саласында нені өзгертер едіңіз? Бұл жерде болашақ министрлерден жеке-жеке пікірлерін білуге болады. Қаласаңыз, тақырыпқа байланысты видеоның ссылкасын жібере аламын. Сергіту ойыны: мұғалімнің қолында 3 түрлі карточка болады. Ол жерде аралас сандар жазылған. Оқушылар 3 топқа бөлініп, карточкадағы сандарды орнын ауыстырмай тақтаға жазуы қажет. Тапсырмасына физикалық, интеллектуалды, шығармашылық бағыттар бойынша оқушылар 3 түрлі қызығушылығын жазып келуі қажет. 3 бағыттан жазған 3 түрлі қызығушылығының ішінен біреуін жанына жақын болған біреуін таңдап, сол бойынша дамуы қажет. Бұл тапсырмадан мақсат оқушы өзінің қалауын таңдап, анықтап үйренеді. Екінші тапсырма минимум 100%, максимум әдісі. Осы әдіс бойынша да оқушы өзінің азаздан үздіксіз жетілуді қалаған бағыты бойынша кестені толтыру қажет. Сабақ ұнаса, каналыма тіркеліңіз, лайк, коммент жазуды ұмытпаңыз. Келесі видео сабақтарда жолыққанша сау болыңыз.